Так, жігіттер, ассалаумағалейкум. Мына сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беруді созып жібергеніме кешірім сұраймын. Енді көптен бері қолым босаңқырамай жүрген жайы бар. Мына енді карантинде үйде жатып не істеп жатыр деп ойлайтын шығарсыздар. Мен енді таңғы 6-та тұрғаннан кешкі 10-ға дейін тыпыр-тыпыр балалармен айналысам, өзімнің жұмыстарыммен айналысам. Сонымен енді қазір мынау Рамазан уақыты ауыз берік, кешке жақын күшің қалмай қалады бірдеңе айтуға, сөйлеуге, жасыратын жоқ кейде. Аузың кеберсіп кәдімгідей. Енді Серікжан Білаштың мәселесінде мен өз алдына бөлек ойып тұрып айтатын мәселе ол ұйғыр мәселесі. Осы ұйғыр мәселесі менің Серікжаннан кәдімгідей шеттеп кетуіме, әуелі кішкене секемденіп, секем алуыма, кейін мүлдем түңіліп кетуіме себеп болды. Яғни бір жеке бас мәселесі жоқ бұл жерде. Жеке бас мәселесі болатындай Серікжан менен ақша алып қойып, мен ол үшін жаңағыдай бір кектеніп жүрген адам емеспін. Болмаса бір бақталас болатындай менің жолым бөлек, оның жолы бөлек, бір-біріміздің жолымыз қиыспайтын жолдар. Мен адвокатпын, ол білмеймін, ол немен айналысатын нақты қазір не қайтып күн көретін, қандай қаражатқа күн көретін мен білмеймін. Білгім де келмейді, маған соқпайды ол мәселе. Мен енді өзім адвокатпын, адвокат ретінде Серікжан Білаш менің жұмысыма ешқандай кедергі келтіре алмайды. Мен оның жұмысына ешқандай араласым жоқ, былайша айтқанда. Ал ұйғыр мәселесі туралы келейік. Ең алғаш рет Серікжан Білашты мен осы Сайрагүл ісі бойынша кіріскен кезде ғана танысып, білісіп, жақын араласып, бірге жүрдік. Талай жолды машинада, көлікте бірге бардық, талай жол жүрдік бірге. Ол кезде ондай ешнәрсе байқай қойғам жоқ. Бірақ та сол алғаш жол жүріп жүрген кезімізде осы Қытайдан келген өзім сыйлайтын, оқыған, тоқыған, кәдімгідей сауатты пікір айта алатын, қоғамда өзіндік орны бар кәсіпкер, журналист, біраз ағайындар маған хабарласып Серікжан туралы әңгіме айтуға тырысты. Мен барлығын бетінен қайтарып тастап отырмын. Айналайындар, біреу бір іс бастаса, өстіп етегінен тартатындарыңыз жаман сіздердің. Осыны қояйықшы. Мен ол кезде ол бір былайша айтқанда Қытайдан келген қандастардың арасындағы мәселе емес, жалпы қазақтың басында осындай бір әдет ретінде қарайтынмын. Біреуді жамандаса жаным жек көретін, жасыратын жоқ. Тіпті жергілікті қазақтардан Құрал деген жігіт, Асия деген журналистпен бірге осы шақырайық, шай ішейік, біз Серікжан жайлы айтатынымыз бар. Сен абзал, біз одан сенен бұрын араластық. Оның бір осындай бір мәселелер бар деген сөздерді естіп, мен шынымды айтсам кәдімгі бірде-бір кездесуге барғам жоқ. Мен ол жағдайдан Сәуле Әбілдаханқызы хабардар, қазіргі Абай KZ сайтының бас редакторы Нұргелді Әбдіғани хабардар. Біздер және өзіміз айтып жүрдік, өзара ренжіп, осы бір нәрсе іс бастап жатса деп. Секеңнің жаңағыдай сөз сөйлеген кездегі осы қазақтың бүкіл несін жаңағыдай осы қалай Махамбет па, Абай ма кез келгені суырып алып айта беретін жаңағыдай шешендігі кәдімгідей тәнті қылатын өзіне, жасыратын жоқ. Жолда жүрген кезде кейін бір нәрселерден іш тарта бастадық. Ол өзіме анша ұнай бермейтін. Ол жаңағыдай көз алдымызда кетіп бара жатты, жаңағыдай бірнеше аудио хабарлама таратып жатады жан-жаққа. Мынау сөйтсе жаңағыдай Қытайдан келген қандастардың әрқайсысы чат бөліп алған, сол чаттарға дауыс хабарламасы қалдырып жатады. Оның көпшілігі әрине көмек бағытында. Мынадай құжат жинаңдар, мынаны бүйтіңдер, мынаны өйтіңдер деп жатады. Арасында мынадай сөздер кетіп қалатын. Әрқайсың кем дегенде 5-5-тен 10-нан мүмкіндігінше жаңағыдай фейк ашып алыңыздар деп айтып жатады. Сосын біреуді бір тапсырыс беріп жатады жаңағыдай. Ол кезде біз танымаймыз, пәленшені жаңағыдай жан-жақтан жабылыңдар, төпеңдер жаңағыдай, аямаңдар жаңағыдай, бүйтіп жазыңдар, өйтіп жазыңдар деп. Сол енді еріксіз куә боласың. Жаңағыдай Алматыдан шыққаннан кейін Сайрагүлдің жатқан жері, ол кезде қамауда жатқан жері, кейін соты болған жері жаңағыдай 300 километр жерде ғой, жаңағы ауыл. Соған дейін барғанша енді неше түрлі әңгіменің куәсі болып барасың. Сол онша жақсы көре бермейтінмін. Кейін осы қазақтан шыққан осы қалай азаматтардың барлығына жаңағыдай қара күйе жағып, анау да сатқын, мынау да сатқын деген сөздеріне қарсы келіп қалып жүрдік. Осы талай қасымызда іс сапарлас болған адамдардың бәрі куә енді. Мен Секе, сен қалай Мұхтар Шахановты сен қалай Қытайдың сатқын деп айтасың сен? Дос Көшімді қалай Қытайдың сатқын деп айтасың? Димашты Қытайдың проектісі дейді, жобасы дейді, жаңағыдай қазақтарды жаулап алатын деп. Тіпті ақылға сыймайтын әңгімелер көп айтылатын енді. Ол тіпті саны жоқ былайша айтқанда. Әйтеуір айналып келгенде қазақта осы қалай әйтеуір төбе көрсеткен кезінде бізге үлгі болған ағаларымыздың барлығы әйтеуір Қытайдың жобасы, Қытайдың сатқаны болып шыға келеді. Солармен талай келісіп қалып, бірақ ол мәселелер кәдімгідей бір әлгі етек нетіп кетісуімізге бір себеп болған жоқ.
Ең басты мәселе ол ұйғыр мәселесіне келіп тірелді. Ол бірге жұмыс жасастық, бір сыйластық, талай бірге түскен фотоларымыз бар жаңағыдай. Ол мені атақты адвокат деп тұрып сөйлейтін жаңа елге айтқан кезде. Енді мақтағанда астына көпшік қойған кезде дейтін масқара енді. Сол осы бір әбден аралас құралас болып бастаған кезде ол ұйғыр мәселесін төтесінен айтқан жоқ. Төтесінен айтса мен сол кезде оны жария қылатын едім, сол кезде айтатын едім, мына адаммен жаңағыдай мұқият болыңыздар, абай болыңыздар деген бағытта. Ол емеурін танытты. Сосын мен осындай жобалар бар деген кезде, оған қаражатты қайдан табасың деп. Менің түсінігімде бұлар ақшаны таба алмай ел-желден, жер-жерден ақша жинап жүрген сондай бір адамдар еді. Жоқ, оның жолдары бар деп жаңағыдай сол кезде ұйғыр конгресі деген сөздерді естідім да, бірақ енді тағы айтылып айтамын. Енді Рамазан айында отырмыз, жала жабуға енді жай күнде де өтірік айтуға болмайды әрине. Жалпы өзім ұстанымым. Әр күннің бір күннен айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Бірақ сәл де болса бір қате кетіп қалмасын деп аса мұқият отырғаным ғой. Былайша айтқанда емеурін танытты. Емеуріннен мен еміс-еміс түсінгенім бұл жаңағыдай ұйғыр конгресі жағынан қаржылық қолдау болады деген бағытта. Кейін айналасындағы адамдардан сұрай бастадым. Оларда ұйғырларда ақша көп, ұйғырларда қаражат мол деген сөздерді ашық айтып жүрді айналасындағы адамдардың біразы. Содан кейін Сайрагүлдің соты бітті, бір күн мінекей. Ертесі күні Секеңмен мен кездесуге бірнеше рет шақырдым Секеңді. Ол кезде жаңа жазылды да ол Фейсбукте. Секе бір кездесейікші, сөйлесейікші, біз түсінбей жүрген біраз мәселе бар. Соның ішінде ұйғырға қатысты деп. Ол енді мен ат-тонды ала қашқаннан ақ кездескен кезде түсінді. Ұйғыр мәселесін кейін айтылмайтын болды. Бірақ осы мәселенің басын ашып алайық деп, енді Сайрагүлдің ісіне зиянымыз тиіп кетпесін деп бірге жүрдік қой аяғына дейін. Сайрагүл біткеннен бастап уже кездесуге шақырғаннан ол қашып бастады. Ауырып қалдым деді. Қытай мені улады деді, әйтеуір неше түрлі. Ол кісі өтірікті құйған кезде де кәдімгі адамды шынымен иландырып қалатын біз. Бізде шынымен жаңағыдай Қытай улап, Секеңді кәдімгідей Секең сол хал үстінде жатыр деп ойладық. Сөйтсек жаңағыдай қып-қызыл өтірік жаңа. Сол күні кеште бір жігіттер видео жіберді, ютубқа видео жариялады. Ана ортада жаңағыдай тойда шығып алып, жаңа ауырып жатырмын, кездесуге келе алмаймын, Қытай мені улады, жолда жаңағыдай қан құсып жатырмын деп айтқан адам бір жерде тойда сампылдап сөйлеп тұр жаңа. Біз бетімізден бастық. Одан кейін де 2-3 рет шақырдық, бірақ болмады. Сонымен біз тып-тыныш кеттік те қалдық. Бір ауыз сөз айтпадық, желіде бір ауыз жағымсыз пікір қалдырмадық. Бір жерде ең болмаса, енді біздер бір ерекшелігіміз Секең сияқты 5-10-нан жаңағы фейк ұстамаймыз, мысалы үшін. Мен өзім енді 2019-ның сентябрь айынан бері осы тіпті желіден де шығып кеттім, өйткені өзімнің посттарымды жазып, біреулермен жаңағыдай айтысып тартысып отыруға менде уақыт жоқ, өйткені жұмыс өте көп. Қазір мүлдем желіде жоқпын былайша айтқанда. Сонымен қалдық, кеттік біздер. Яғни ол кезде мен енді анық біле алмай кеттім, жасыратыным жоқ. Ол ұйғыр деген мәселе не, оның Секеңнің ұйғырларға қандай қатысы бар деген. Кейін Шығыс Түркістан деген ұйымның тура ортасына шығып Сержан Біләш сөйлейді, бірақ одан басқа қырғын адам сөйлейді. Бірақ Шығыс Түркістанның сол кездегі символикасы, мына үстеріне іліп алғаны, мойындарына тағып алғандары бәрі жаңағыдай кәдімгі Қазақстанда рұқсат етілмеген ұйым, Қазақстанның қақ ортасында Алматы қаласында айдатып жаңағыдай біз осылай мемлекет құрамыз, ұйым бар, енді мемлекет боламыз деп жаңағыдай жиын өткізеді. Сол жиында Сержан Біләш сөйлейді, ал мен сол жиынды сынап Фейсбукқа пост саламын. Онда Сержан Біләш туралы бір ауыз сөз жоқ. Артынша бұлар жарылып, бәрі жан-жақтан шулап қоя береді жаңағыдай. Сен неге? Ол жерде Сержан Біләш 3-ші ме, 4-ші ме, 5-ші ме, 6-ші ме болып сөйлейді. Ол жихадқа шақырады. Мен видеоны бөлсем де, жаңағы Шығыс Түркістанға қатысты ешқашан еш уақытта қазақ жерінде Шығыс Түркістан деген мемлекет құрылмайды деп. Шығыс Түркістан деген түсінікті болу үшін айта кетейін. Мен бұл сөзімді мына жергілікті қазақтарға арнап отырмын. Олар ішкі жағдайды көп біле бермейді. Мына Қытайдағы жағдайды, Қытайдың айналасындағы жағдайды, ұйғырға қатысты мәселелерді көп біле бермейді. Бұлар жаңағыдай мемлекет құрамыз деп жүрген адамдар. Шығыс Түркістан деген былайша айтқанда заңмен еш жерде танылмаған заңды түрде ұйым. Міне соңғы кезде біздің арамыз қатты ашылады. Сол кезде айқай-шу, кәдімгі айқай-шу болды. Енді естеріңізге түсірсеңіздер, енді өте үлкен айқай-шу болды сол. Бүкіл сайттар жариялап, газет журналдар барлық қазақ тілді журналистер, енді мен 100% деп ойлаймын, 99.9% анық жаңағыдай мені қолдап, жаңағы осы Шығыс Түркістан деген нәрсе не сұмдық мынау деп, үй ішінен үйтуге әрекет жасап жатқан деп айыптап шықты. Сол кезде Ауыт Мұқибек деген өзім өте қатты сыйлайтын, үйіне барып жілік жеп жүрген ағамыз артынша мақала жариялады.
Ол кезде как раз мына Қытайдағы қандастарға, жалпы Қытай емес, жалпы оралмандарға қатысты, ол кезде оралмандар ғой енді заң бойынша атауы, қазір қандастар деп өзгерді. Заңға өзгеріс енгізілгелі жатқан. Ауыт Мұқибек ағамыз бұл мәселеде кәдімгідей бірге қолтықтасып кәдімгі жұмыс жасап жүрген адамдар едік. Сол ұсыныс жасады. Алдағы болатын өзгерістерге мына түркі тілдес халықтардың барлығына оралман деген статус беру керек деп. Мен сол кезде тағы да жарылдым. Ауыт аға, мен сізді кәдімгідей әулие көріп сыйлап жүрген кезімде мынауыңыз не сұмдық деп, жаңағыдай мен сіздерден қорқайын дедім деген бағытта мақала жаздым. Тағы да бұл айқай шу тудырды. Өйткені түсіндіре кетейін, түркі тілдес халықтар дегенде әрине түркі тілдес халықтардың бір бөлігі болған жақсы. Бірақ түркі тілдес халықтардан Қазақстанға келіп қоныс аударғысы келіп отқан қазір ұйғырдан басқа халық жоқ деуге болады. Түркияның түріктері тұрмақ, қазақтары да келген жоқ неше жыл бойына. Өйткені олардың қай жерде жағдайы жақсы, олар Қазақстан сияқты енді сыбайлас жемқорлығы жоғары, жағдайы төмен, жаңағыдай елге қазақша сөйлемейтін тең жартысы, орыстың боданына айналған елге келгісі жоқ ешқайсының. Ал ұйғыр 30 миллион кем дегенде деп айтады ғой енді қазір. Одан көп қой енді, 30 миллион кем дегенде ұйғыр Қытайда отырған. Барар жер басар тау жоқ. Қытайда олар енді ел болудан қалды. Бәрі қашып пысып, бірі Америкада, бірі Түркияда, бірі Германияда неше түрлі ұйым құрып алып, жаңағыдай осы қалай бір жерде бір мемлекет құрамыз, қалай мына Қытайдан құтыламыз деп бастарын қатырып жатыр. Қытай оларды темір құрсауына алды, олар одан шыға алмайды. Мен айтамын, ұйғыр, бұл жерде ұйғыр әрине ол мұсылман дейміз, мүмкін түркі дүниесіне қатысы жоқ халық қой негізінде, түркі деуге келмейтін. Мейлі тіпті түркіге қатысты болып қалып қояйықшы мейлі. Олардың бізде жанымыз ашиды, оларға бізде ниеттеспіз, тілектеспіз, бірақ олардың проблемасы қазақтың есебінен шешілуге тиісті емес деген сөзді жаздым. Одан кейін Мұхтар Шаханов шықты. Ол, оказывается, Сержан Біләш бірнеше рет барады оған. Оның кезінде өзі отырған жалын баспасы дейтін 40 миллионның үстінде ме бере жақ болып қалады, мынау арендасын төлей алмай. Соның бәрін жауап береміз, біз тек астыңызға отырайық, өз меншігіңізде қала берсін, біз ғана қарызыңыздың бәрін жауап берейік деп жаңағы. Мұхтар Шаханов айтады, тұра тұр, маған 2-3 күн уақыт бер деп ойлануға уақыт алады да, кейін жаңағыдай ол мәлімдемесі айтты. Мынау, оказывается, жаңағыдай осындай кісі екен, маған ондай ақшаның қажет жоқ деп. Ол мәселе бар. Одан кейін Сержан Біләш уже бір кездері бір атаға кәдімгі асқақтап кеткен кезде ұйғырға жер беру керек деген мәселені ашып көтереді. Ұйғыр сепаратизмі туралы жергілікті қазақтарға айтып жатудың қажет жоқ. Ал қандастар онда көп нәрсесін білмеуі мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, кезінде СССР кезінде қандай айқай болды. Анау бір Қонаев атамыз кетіп орнына келген Юсупов бір азғантай уақыт отырған кезде Қазақстанды қалай бөлшектеп жібере жаздады. Одан кейінгі жерде қанша рет олармен арада қақтығыс болды қазақтармен арада. Күні кешегі мынау әлі күнге дейін енді ұйғыр өз алдына ұйғыр аудан болып отыр. Бүкіл басшылар жергілікті халықтан емес, ұйғыр ұлтының өкілінен болып отыр. Олардың жаңағыдай анау өздерінің туларын шығарып алып машинамен жүргендерін талай айқай шуға себеп болды, былайша айтқанда. Ұйғырдың қасында кешегі дүнген мәселесі деген түкке тұрмайтын мәселе, шыны керек. Азғантай дүнген, соңғы санақ бойынша енді 55 мың деді ғой, 55 мың дүнген не істейді? Олардың аудан тұрмақ ауылы жоқ, былайша айтқанда, тек дүнген ауылы дейтін. Ал ұйғыр мәселесі күйіп тұрған мәселе біріншіден. Екіншіден, ұйғыр ұлтының өкілдері бізде Қазақстанда біраз жерде билікте отыр. Біраз отыр, мысалы үшін. Олар да астыртын қолдау білдірсе мен таң қалмаймын жағдай. Қазір Қытайдағы енді 2016-да ұйғырларды қысу басталды, қазақтарға 2017-тен бастап басталды. Сол Шыңжаң ұйғыр автономиялық республикасының басшысы болып ұйғыр ұлтының өкілі келгеннен басталды, былайша айтқанда. Ол Қытай ұлтының өкілі келді, бірақ та ол жердегі негізгі билік сәл оның алдында жаңа ұйғыр ұлтының өкілі болды, сәл сөзімнен ете алмай қалып жатыр. Одан кейін Қытай ұлтының бір өкілі келді, атын енді есіме сақтай алмаймын, өте былай тарихын жақсы білемін де, ана аттары қиын жаңа Қытайлардың, ұйғырлардың аттары. Бірақ сол жердегі негізгі билік қалай болған жағдайда ұйғырлардың қолында еді осы кезге дейін. Дәл қазіргі жағдайды білмеймін енді. Яғни сол жердегі ұйғырлар енді 30 миллион халық аз емес қой. Қазақстанда ұйғырлар бар, шетелде ұйғырдың көптеген ұйымдары бар. Америкада Рябия Қадыр басқаратын ұйым бар. Германияда тіркелген, Мюнхен қаласында тіркелген ұйғырлардың өздерінің танылмаған жаңағыдай үкіметтік емес ұйымдары бар. Барлық жерде назар аударып қараңыздар. Солардың орынбасары деңгейінде белгісіз себептермен қазақтар жүр. Және бәрі Қытайдан шыққан қазақтар. Яғни ұйғыр ұйымы құрылады, оның орынбасарлары болып
белгісіз себептермен қазақтар жүреді. Мен осылардың бәрінің өзара байланысы бар екендігін, және Серікжан мен Біләшпен бәрі байланысты екендігін, осы жаққа қаржы құйылатындығын мен уақыт өте келе әбден түсініп, біліп, сол себепті жаңағыдай осы мәселеде мен принципті түрде Серікжан Біләш сияқты адамдар қазақы қоғамға өте қауіпті деген ойға келдім, және оны әр жерде айтып қалып жүрмін. Бірақ та арнайылап бір сұхбат берген, арнайылап бір пост жазған кезім болған емес. Мына бірінші рет бір осы жан жақты кішкене толығырақ ақпарат беріп отырғаным. Енді оны жұрттар қолдай ма, қолдамай ма, маған ол бәрібір былайша айтқанда. Бірақ елдік тұрғыдан келген кезде бұл жерде бөтен мүдде, бөтен мақсат жатқандығын да түсіне білгендеріңіз абзал. Неге? Бір қарапайым түсінікті болу үшін бір қарапайым мысал келтірейін. Қазақ тілі деп қаншама азаматтар шырылдап, былайша айтқанда тегін қызмет етіп жүрген азаматтарды білеміз, иә? Руза Бейсенбай тегі бар. Мен өз басым 2007-ден бастап Оралдан территориясынан шығып, Астана, Павлодар, Алматы қалаларында қаншама сот процестерін тегін өткіздім тілге қатысты. Ал Қуат Ахметов деген азамат бар, енді көп барлығын айтып. Осылардың барлығы біз тегін істеп, тегін жаңағыдай үлкен сот процестерін ұйымдастырып, үлкен жаңағыдай мәселелер көтеріп, дос көшім ағамыз көп қой енді. Қаншама мәселе, қаншама семинарлар ұйымдастырып жүрміз. Ал осы қазақ тілін дамытуға жыл сайын миллиардтаған қаржы бөлінеді. Осылар қайда кетіп жатқан адам білмейді, адам сұрамайды, және оның ешқандай нәтижесінде ешкімнен сұрамайды. Дәл сол сияқты Қытайда қазақ мәселесін көтеру науқандық сипат алады, айқайлайды, улайды, шулайды. Әрине барлық қазақтың намысы оянады, бәрі жаңағыдай теңдік сұрайды былайша айтқанда. Бірақ осы айқай-шудың астарында ұйғыр мәселесі іс жүзінде шешіліп кетіп жатыр. Қазақ мәселесі сөз жүзінде, ұйғыр мәселесі іс жүзінде шешіліп жатыр. Егер Серікжан Біләш шынымен жаңағыдай түк қатысы жоқ адам болатын болса, осы сөздерім үшін мені сотқа сүйресін. Мені кім сотқа сүйремей жатыр қазір? Арман Шораев та, Әділет министрлігі де, жан-жақтан билік органдарынан айтыр, лицензиямнан да айыру азақ алдында жүрміз қазір. Жан-жақтан енді, анау Москвадан бір кәсіпкер орыс та мені сотқа сүйрелеп жүр қазір. Олардың ешқайсының менде шындығында келгенде ақша, дүниелік ешқандай мәселе жоқ. Мен олардан ақша алып деп сотқа беріп жатқан жоқ. Олар әртүрлі себеппен, негізгі мақсаттары үнімізді өшіру былайша айтқанда. Сондықтан да мен ашық айтам. Неге өздеріңіз сәл ақыл салып ойлап көріңіздер. Ұйғыр мәселесі іс жүзінде шешіліп жатыр дейтін себебім екі істі ғана сіздерге мысал келтірейін. Біреуі Сайрагүл Сауытбай ісі, екіншісі Қайша деген, енді ол қарындасымыз бола ма, әпкеміз бола ма білмеймін, бірақ аны желіден оқып білдім. Екеуі де мен Қазақ-Қытай шекарасынан, мынау сол шекарада орналасқан анау үлкен сауда орын, достық сауда кешені арқылы оп-оңай өтіп кетеді. Ол достық сауда жаңағыдай кешені қалай жұмсайды? Таңертең сағат 9-да кіреді адамдар, кешкі сағат 6-да шығады. Қытай жағынан келгендер Қытайға, Қазақстан жағынан келгендер Қазақстанға шығып кету керек. Осы кезде сапарласып араласып, оп-оңай Қытай жағынан келгендер Қазақстан жағына өте береді. Талай оралмандармен біз Сәуле Әбілдақанқызы, Нұргөлді бәріміз солармен аралап жұмыс жасап жүрген кезімізде талай айтты олар. Мына бір кісі тіпті ашық интервью берді. Мен 4 рет Қытайға барып, 4 рет Қытайға қайтып келдім деп. Яғни шекара ашық, шашық, қалай солай жатыр деген сөз бұл, былайша айтқанда. Енді ол мен заңды күшіне енген сот үкімдеріне сілтеме жасап айтып отырмын қазір. Қайша мен Сайрагүлдің ісі осыған анық, ашық дәлел. Біз Қазақстанға өткен қазақтарды көреміз, соларды көтереміз сол мәселені, ал қаншама ұйғыр өтіп жатыр. Осы мәселені зерттеп, зерделеп көрген адам бар ма? Біздер зерттеп көрдік, әдегенше қоғамда сәл мына хронология қарасаңыздар, кім мықты адвокат, кім жақсы болып тұрған едік, жаңағы 2018-дің октябрь, ноябрь айларына дейін. Бір күннің ішінде жаман болып шыға келдік. Неге? Неге десеңіз, өте қауіпті тақырыпқа бой бойладық. Ең алғаш болып дабыл қақтық. Ал енді осының бәрін көріп, естіп, біліп отырып, жоқ, ұйғыр мәселесі бізге ешқандай қатысы жоқ, ұйғыр мұсылман, ол бауыр, ол бізге жақсылық ойлайды деп әрі қарай қолдай береміз десеңіздер, өздеріңіз біліңіздер. Бірақ бір мәселені мен дейтін ашық қалдырғым келеді. Мен Секеңе талай сұрақ қойғам, Секең айналасын жігіттерге талай сұрақ қойғам. Жақсы. Қытайда қазақ мәселесі кез келген қазақты толғандырады. Бірде бір қазақ ол мәселенің шетін қала алмайды. Іштей болса да, моральдық тұрғыдан болса да, оған қолдау білдіреді. Жалпы
жергілікті қазақтарда өмірімде мен өз басым бір Қытаймен кездесіп сөйлесіп әңгімелесіп көрмеген адаммын өмірімде. Сол сияқты мен сияқты адамдар өте көп. Ешбір қазақ Қытайды қолдамайды. Мен Қытайды қолдаймын деген қазақты осы кезге дейін өмірімде кездестірген, көрген емеспін. Енді Қытайдан келген қазақтардың әңгімесі бір бөлек. Олардың ішінде шынында да солардың қызығын көріп, солармен сауда жасап, солардың ықпалында жүрген адамдар болуы мүмкін. Жергілікті қазақтар жайлы айтып жатырмын. Онсыз да Серікжан айтпаса да Қытайды жек көретін қазақ, әрине Серікжан айтып отқан кезде автоматты түрде бұл мәселеге жаңағыдай атсалысады. Иә деп жаңағыдай не. Бірақ ар жағында не істейміз деген сұрақ туады ғой. Ал жақсы. Ал көтердік осы мәселені. Оған дейін де көтеріп жүрген талай Қыдырәлі, Оразовтар болды ол мәселені. Бірақ олар өте сауатты, нақты іспен айналысып еді. Енді қазір мына мәселені көтердік, айқайладық, шуладық. Енді не істейміз? Қолымызға айыр, күрек, бақан алып Қытайға шабуыл жасаймыз ба? Осы отырған әрқайсыңыз қазір ойлансаңыздар. Президент болдыңыздар ал. Өздеріңізде бір кезек президентпін деп ойлаңыздар. Не істейсіздер? Миллиардтың үстінде халқы бар Қытай мемлекетіне не істейсіздер? 90 жылдың ортасынан бастап Қытайдағы патриот қазақтардың барлығы ешқандай үкіметтің көмегінсіз Қазақстанға келіп орналасып алды. Қаншасын білеміз? Жазушылар бар, үшін белгілі адамдар бар, қарапайым адамдар бар, кәсіпкерлер бар. Одан кейін мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Қаржылық тұрғыдан жақсы болсын, жаман болсын көмек көрсетіліп бастады. Оралмандарға арнайы статус берілді, ақша бөлінді. Көшіп келгендер нөпірі келді. Одан кейінгі қазақтар не істеп отыр? Сержан Біләш кәдімгідей талай айттым. Осы сұрақ қойған кезінде. Ана бүкіл ненің Қытай жақын арада құлайды, сол кезде анау бүкіл территориямызды қайтадан алып Қазақстанға қосып аламыз дейді. Енді баланың әңгімесі ғой, баланың әңгімесі. Сіздер бұл осындай ертегіге сеніп соны қосып аламыз деп ойласаңыздар, жүре беріңіздер. Мен ондай ертегіге сенбеймін. Біздің айырылған жеріміз аз ба екен? Өзбекстанға да Қытай тұрмақ, Өзбекстанға кеткен жерімізді біз қайтарып ала алмаймыз. Күні кешегі Астанамызға Орынборды қайтарып ала алмаймыз Ресейден. Сондықтан осы бар территориямызды сақтап, өзіміздің ұлттық ерекшелігімізді, ұлттық мәдениетімізді дамытып, Қазақстан жерінде мононацияға айналу, яғни бір ұлтқа айналу, тек қана бір ұлтты мемлекетке айналу бағытында жұмыс жасауымыз керек деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан мені мен Сержан Біләштің арасындағы мәселе бұл бір жеке мәселе емес, елдік тұрғыдағы келіспеушілік мәселесі. Ал ол мен бірақ ол Сержан ұқсап жаңағыдай бір лидер болайын, ұйым құрайын, жаңағыдай саясатпен айналысайын деген ешқандай ойым жоқ. Мен өзім ел жанды мемлекетшіл азамат ретінде өзіндік ойымды айттым, пікірім осы. Осы кезге дейін толыққанды мен бір осы жайлы айтып көрген емеспін. Бір жерге интервью беріп жатсам, біреу сұрақ қояды, Сержан ағамен неге араларыңыз суық, неге осылай болып кеткен дейді. Сосын мен оны қолдамаймын деп айта салам, как будто бір бақталас адам сияқты болып көрініп қалам да. Әйтпесе менің Сержаннан қызғанатын ешқандай бағым да таласым да жоқ. Өйткені менің жолым бөлек, оның жолы бөлек. Осы ағайын қысқаша. Құреке, мынау осы аудио хабарламаны өзіңе жолдап отырмын. Бір жігіттер маған сұрақ қойып еді, соған берген жауабым. Бұл берген жауабымда алып қосарым негізі көп еді, негізінде қосарым. Бір мәселені тағы да атай кетейінші, осы айтқан сөзімде қосуға ұмытып кетіппін деп ойлап отырмын. Мен мына нәрсеге назар аударамын. Қазір әрине менің ісім, жұмысым өз алдына бөлек. Мен тап-таза қылмыстық істер бойынша кәсіби адвокатпын. Бірақ қана қоғамдағы болып жатқан жағдайға амалсыз қарап қарның ашады ғой кейде. Сол кезде мына нәрсеге назар аударамын да. Секеңе егер кез келген осы артына секеңдікі дұрыс деп жүрген азаматтардың қай-қайсысы болсын сұрақ қойсын. Шығатын жол қандай деп. Шығатын жол қандай деп сұрақ қоятын болса, секең ешқандай жол нұсқамайды. Оның жолы біреу, шығатын жолы. Қазақтардың, оның ішінде қазақ тілді орта, онсыз да белсенділік өте төмен. Сол қазақ тілді орта азаматтық қоғамның ортасына жік салу, басқа жол жоқ. Мысалы үшін айтамыз онда, енді не істейміз енді? Мынау жемқор жүйені құлатамыз ба? Назарбаев пен Тоқаевтың жүйесіне қарсы шығамыз ба? Көшеге митингіге шығамыз ба деп сұраңыздар? Жоқ дейді, ондайға темаға жақындамайды. Енді Қытайға соғыс ашамыз ба, не істейміз енді сонда енді? Енді жақсы проблема бар, ол Сержан айтпаса да белгілі, оған дейін де, қазір де кез келген адам біледі ол проблеманы. Енді ары қарай не істеу керек ол проблеманы, қалай шешу керек деген сұраққа келген кезде, біз кәдімгідей жаңағыдай неше түрлі түлкі бұланға салып құтылып кетіп отырады ол кісі. Осы нәрсені де бір қоса қояйын дегенім ғой.